Бақыт жайлы менің мынау білгенім, бақыт деген бірде шаттық, бірде мұң. Мен Қайдархан Балжанның ағасы боламын. Менің балам Шапағат жазғы лагерінен 10 жыл бойы келді. Балам жазғы демалысын өте қызықты өткізді. Осы Шапағат лагерінің тәрбиешілеріне алғысымды айтамын. Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз ақ. Мен 4-ші сынып оқушы Құмарбеков Әділжан. Мен осы Шапағат лагеріне келіп демалдым. Шапағат лагерінде қайтарында болдың? Мен Шапағат лагерінде достық тобына келдім. Саған Шапағат лагері ұнады ма? Иә, осы лагерінде мен өте көп достар таптым. Және де уақытты өте қызықты өткіздім. Қандай жерлер? Менің атым Айсұлу, мен 1-ші сыныпта оқимын. Маған лагерь өте ұнайды. Келесі жылы лагерьге тағы келемін. Лагерь өте қызықты. Ассалаумағалейкум, мен 2-ші сыныпта оқып бітірдім. Маған лагерь қатты ұнады. Түрлі дәмді тағамдарды жедік, түрлі ойындар ойнадық. Лагерь үшін сіздерге үлкен рахмет. Менің атым Айназ, мен 1-ші сынып бітірдім. Лагерь маған қатты ұнады. Лагерь қызықты өтуде. Сіздерге көп рахмет. Келесі жылы лагерьге тағы келемін. Сәлем достар, менің атым Барина. Мен Шапағат лагеріндегі достық тобынан. Саған лагер ұнады ма? Иә. Ал сен лагерінде қайда бардың? Мен лагеріне бас жиенға бардым. Тағы да кітапханаларға бардым. Саған лагер несімен қатты қызықты болды? Міне мектептегі футболмен, тағы да теплоходпен, тағы да маған кітапхана. Жақсы. Менің атым Салима. Мен лагерьде, маған өте лагерь ұнады. Сол жерде қызықты ойындар ойнаймыз, билейміз, музыка ән айтамыз. Асханада тамақтары өте дәмді, біз қыдырамыз. Маған өте ұнайды лагерь. Рахмет сіздерге. Бақытсыз ақ бақытты болып жүргенің.